Мәмістен мән кетті деп жатыр. Сіздің пікіріңіз қандай? Келгелі бері айтып жатырмыз ғой, біз бірінші халықтың арасына барып келгеннен бұл мәмістің халыққа ешқандай беріп жатқан пайдасы жоқ. Тіпті естеріңізде болса, оны тоқтата тұрып өтінген, ешкім оған мойын бұрмады. Қазіргі таңда енді бәрібір жүйе қалпына келіп түзелгенше, бар міне әкеліп отырған реформасының ішінде көңіл құптарлық нәрсе бар, осылай болсын деген. Бірақ оның бәрі жетіліп, бір електен өткенше, мына жақта халық зардабын тартып жатыр. Ол да қиын. Сонда мәміс жүйесі ешбір зерттеусіз, бір асығыстықпен қабылданды ма? Асығыстықпен қабылданғанда бұл жерде президенттің сөзін бұрмалау да бар ғой. Егер сіздер байқасаңыздар, президент өзінің жолдауында ерікті медициналық сақтандыру деп айтқан. Ол министрлікке барған кезде міндеттік айналып кетті. Демек, бұл жерде тікелей президенттің тапсырмасында бұрмалау бар. Бұл жерден бір пайда көріп тұрған жоқпын мемлекетте, халыққа, қоғамға, өйткені бәрібір толық зерттелмеген бұл. Сонда сіз өзіңіздің әу бастағы талабыңызда тұрасыз ба, мәмісті тоқтатуды туралы? Мәмісті ал жақсы, мәміс онда реформасына атсалысайық, дұрыстайық. Бірақ мен әлі пікірім сол, реформасы толық жасалып, осы бір жүйеге салынғанша, оның зардабын халық тартпау керек. Рахмет.